біз 27 миллиард долларға ұтылып жатырмыз. Сұрақ соғысынан туындап отыр. Экономикалық код қалыптасты ма бізде? Ерқанат, сіздің неңізде тұңғыш рет айтайын. Бұл заңның оған қандай қатысы бар? Өзіміздің елге, өз отанына шетелдік инвестор ретінде кіріп жатыр. Бірақ неге жоқтың қасы? Себеп неде? Әйтеу байған үстіне бай бергісі келіп? Осы 204-205 мемлекеттің арасында қазір үлкен ұлан ғайры шайқас жүріп жатыр. Ұлттық мүддені толығымен қорғай алмадық. Ішкі жалпы өсіп жатыр 5%, 6%. Бірақ халық сезінбейді дейміз. Неге? Көбісі қайда кетіп жатыр? Шетелге кетіп жатыр. Армысыздар, қымбатты көрермен, эфирде Бап Тайм, студиямыздың бүгінгі қонағы ұлттық құрылтай мүшесі, экономикалық саясат институтының директоры Қайырбек Арыстанбек. Қош келдіңіз. Бап Таймсқа. Бап Таймсты бастайық. Экономикалық институт, экономикалық саясат институт деген сұрақтан бастайық. Негізі осы саясатта бүгінгі геосаяси жағдайда, бүгінгі әлемдік жаһандық жағдайда экономика қаншалықты рөл ойнайды, шешуші рөл? Әлбетте, экономика дегенде бұл әр халықтың тағдыры жатыр. Экономика дегенде халықтың тұрмыс деңгейі жайғасқан, былайша айтқанда. Экономика дегенде сыртқы байланыстар, сыртқы сауда жатыр. Экономика дегенде, былайша айтқанда, халықтың нақты табысы жатыр. Осындай тағы да басқа өлшемдермен есептелінеді. Енді экономикалық саясатқа келетін болсақ, мына дүниежүзілік банкі, халықаралық валюта қоры, сосын біріккен ұлттар ұйымының ресми расталған статистикасында 204-210 мемлекет бар екен. Енді біреуін аралдар бар сол жағымен. Енді аралдарды есептесек 250 кетіп қалады. Бірақ мемлекет ретінде тіркелген 204-205. Осы 204-205 мемлекеттің арасында қазір үлкен ұлан ғайры шайқас жүріп жатыр. Былай айтқанда, бұл соғыс шайқас емес, бұл экономикалық шайқас. Бір-бірімен күресіп жатыр, бір-бірімен жанталас. Ол қандай? Жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнімді ұлғайтумен айналысып жатыр барлық мемлекет. Соңғы 3 ғасырда осы үдеріс байқалып жатыр, және соңғы 50 жылда, былайша айтқанда, әсіресе бұл күшейіп кетті. Яғни, былайша айтқанда, осы 204 мемлекеттің арасында экономикалық саясат арқылы ішкі жалпы өнімді ұлғайту күресі жүріп жатыр, былайша айтқанда. Енді әлемдік мына деректерге зейін салсақ, өзіңіз білесіз, дамыған елдер бір топ клубы бар, мысалы, екінші дамушы, сосын артта қалған дейді. Мысалы, осындай 3 топқа бөлініп кетті. Мысалы, дамыған мемлекеттер одан бетер алдыға кетіп қалуды мақсат қояды, былайша айтқанда. Дамушы елдер дамыған клубтарына кіруді мақсат қояды, ал кедей тобындағы мемлекеттер артта қалған, олар дамушы мемлекеттер, былайша айтқанда, клубына кіруді армандайды. Ұзын сөздің қысқасы, экономикалық саясат бүкіл мемлекетті осы мақсатты көздейді. Бірақ әлбетте әр мемлекеттің саяси режимі бөлек, демократиясы бөлек, сосын басқару формасы бөлек, сосын заңдары әртүрлі. Сосын дәстүрлері бар, мәдениеттері бар дегенде, діндері бар дегенде, соған байланысты экономикалық саясат әртүрлі болып жатыр. Мәселе осында. Әрине, соңғы 30 жылда мына модернизация дейміз ғой, шапшаң даму, тез ұмтылу тұрғысынан 95 мемлекет ұмтылыс жасапты осындай. Рывок дейміз ғой, дереу ұмтылыс. Серпін. Соның 4-5 әрі кетсе 7 мемлекет қана сол қолынан келіпті былайша айтқанда, өздері менталитетін, психологиясын, дінін, дәстүрін былайша айтқанда, экономикалық энтропия дейміз, соны шешіп, түбегейлі жоғары қарқынды экономикалық даму траекториясына кіріп, халқының әл-ауқатын көтеріп алды осы мемлекеттер. Демек, сіздің сұрағыңызға келгенде экономикалық саясат осындай комбинациялардан тұрады. Осындай ерекшеліктерді ескеру керек. Былайша айтқанда, ұлттық код дейді, осы жақсы сөз бар бізде. Демек, әр елдің, әр ұлттың экономикалық кодтары болады. Соғұрлым, неғұрлым осы кодты жиі тауыпсақ, соның жұмбағын пазл дейміз ғой.
соғұрлым тиісті шаралар қабылдаса, билік, үкімет соғұрлым жаңағы модернизация серпін жасау мүмкіндігі өте жоғары болады, және соны жүзеге асырады. Экономикалық код дегенімізге не кіреді? Экономикалық код дегенде менің ойымша біріншіден сол ұлттың немесе этностың мына менталитеті, ойы. Өзі әлемді қабылдау, мінекей жалпы менталитет дейміз ғой, мына жалпы ойы. Екінші бизнес идея, былай айтқанда тоба, бизнес идея комбинациясы дейміз осындай. Үшінші сол ұлт пен мемлекет халықтың дәстүрі. Мына экономикалық кодқа қалай бейімделе ме, бейімделмей ме, немесе кедергі бар ма осы мысалы шапшаң экономикалық операция жүргізуге, жаңа инновацияға, мысалы ұлттың инновациялық қабілеті, бұл да экономикалық кодқа кіреді. Сосын келесі тағы бір жатқан бір сыр, бұл мына діни таным дейміз ғой әр ұлттың. Былай айтқанда діни танымдық психологиялық платформасына кіреді. Мысалға Үндістанда айтуға болады, касталарға бөлінеді, кедей болып тудым, кедей болып өтем деген сияқты. Мысалы енді қысқаша дін туралы айтып кетсек, мысалы христианствода өзіңіз білесіз бағыттар бар. Католизм, православие дейді, протестанттар бар, өздері бөлінеді ғой. 1959-60 жылдары католиктерде протестанттарға бағытталған несінде үлкен реформа болыпты. Осыны біз айтпай жүрміз. Осы Ерқанат сіздің неңізде тұңғыш рет айтайын. Жаңа айтып кеттік қой, кодтың бірі діни неде жатыр. Пайымда. Жаңа реформа жасағанда бұрын экономикалық өсу, ішкі жалпы өнімге, инновацияға кедергі болған 3 норманы осы католиктер алып тастаған, реформа жасапты. Соны айтып кетейін. 1961 жылға дейін католиктерде былай болыпты: егер сен бай болып кетсең, өте бай, сен анаяққа, былай айтқанда, жұмаққа толығымен жете алмайсың деген пікір болыпты. Деструктивті, былай айтқанда, көрдіңіз бе? Өткен жыл ғасырдың орта шенінде. 1961 жылға дейін солай болған. Екінші норма, мына кедей болудың ұяттығы жоқ. Сен кедей болып о дүниеге өтсең, жұмаққа түсесің деген екінші ой болыпты. Қараңыз, қызық. Үшінші, бұл жұмыссыздық пен жұмыссызға байланысты, жұмыспен қамтуға байланысты. Егер сен жұмыс істемейді о дүниеге өтсең, жұмаққа түсесің деген осындай пиғылдар болған екен, тұжырым дейді, осында. Католиктер болыпты. Осыны ескере отыр, басшылық қалып, осында нормаларды, осы дін басшылары, католиктер реформа жасапты. Осы 3 норманы алып тастапты. Алып тастайды ме? Реформа жасаған былайшыққанда. Неге бағыттаған? Инновацияға. Яғни о дүниеде емес, жұмаққа түсу. Жұмақ мына дүниеде. Бұл өмірде инновация жасау керек. Жұмыспен қамту керек, салық төлеу керек, былайшыққанда. Бұл бір. Екіншіден, о дүниеде бай бол, о дүниеде жұмаққа түсу түспеуде емес, бұл өмірде бай болып жұмаққа түсу керек деген ойды. Түсуге де болады деген. Сосын жаңағы жұмыссыздық мәселесі. Яғни жұмыссыз болып жұмаққа түсем деген ойды былай айтқанда реформалап католиктер. Керісінше айтқан, жұмыс істеп әрекет жаса, әрекет қылсаң, жаңағы жұмыс байысаң, сонда барып жұмаққа жол ашылады деген осылай концептуалды реформа болған екен. Қараңыз. Демек, сіздің мана сұрағыңыз, былай айтқанда, ұлт экономикалық кодтарға осылардың жиынтығы кіреді. Әрине, бұнымен шектелмей, тағы да басқа элементтер бар, басқа тақырыптың темасы. Басқа тақырыптың темасы деп отырсыз ғой енді. Басқа тақырыптың былай мәселе қойғым келіп отыр. Бізде экономикалық код қалыптасты ма, немесе қалыптасып келе жатыр ма? Мұны сұрап отырған себебіміз, біз қалай айналдырсақ та қанша жыл көшпелі өмір сүрдік. Жаңағы 4 түлік малдың соңынан жүріп, негізгі шаруамыз сол мал шаруашылығы болды. Бір экономикалық былай айтқан кезде кәсіп емес қой, бір жақсы бір. Қазір бизнеске айналдыруға болады мал шаруашылығын. Ол кезде енді жан бағудың амалы болды. Солай емес пе? Одан кейін 70 жыл кеңес одағы, социалистік, әлеуметтік мемлекет болды, әлеуметтік республика, кеңестер одағы. Одан кейін капитализмге көштік. Ашығын айту керек, 90 жылдардың басында біздің қоғамда мысалға жалқау деген сөз тіркесі мысалға жиі айтылатынды.
бізге қаратып әсіресе жиі айтылатынды. Қазір жалқау адам көп көрмейміз. Тіпті жоқ десек те болатын шығар. Жанталасып үй салып жатқан кім? Өзіміз. Жанталасып таңнан кешке дейін тыраштанып жұмыс істеп жатқан кім? Тағы да өзіміз. Шетелде 150 мыңға жуық гастарбайтер бар. Өткенде парламент депутаты, мәжіліс депутаты Айдос Сарым біздің осы эфирде айтқан еді. Қазіргі зәулім әдемі үйлерде де, әдемі көліктерде, қымбат көліктерде айдап жүрген өзіміздің азаматтар. Шын кезде жақсы бір өмір сүруге талпынып құлшыныс бар. Сұрақ осыдан туындап отыр. Экономикалық код қалыптасты ма бізде? Сіздің осы сұрағыңызға бір жауап бермей тұрып, манағы діни көзқарастағы реформаны қысқаша бір ойымды қосып кетсем. Мына 204 мемлекетті біз мынандай зерттеулер жасадық. Діни көзқарас, діни ағымдар, топтар бар ғой, мысалы. Конфуцианство, өзіңіз білесіз. Ислам біздің, дәстүрлі мұсылмандық, сосын христиан бар, сосын иудаизм, сосын протестанттар, солтүстік англосаксондар, протестанттар. Осы әр дінилерге кірген мемлекеттерді топқа бөлгенде экономикалық шапшаңдық, экономикалық серпін бойынша лидер протестанттар екен. Бұл нені білдіреді? Ол нені білдіреді? Скандинавия бәрі кіреді, ақш бар, Скандинавияның бір бөлі. Демек, осы неде, мана айтып кеттім ғой, реформа болды да, бұлар енді алдыға кетіп қалды біршама. Инновация бойынша, ішкі жалпы өнім бойынша. Енді біздің дәстүрлі мына мұсылман неміз, бұл енді артта қалды деп болмайды, орта деңгейде мысалы. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде де бір атқарылатын жұмыстар көп, былайша айтқанда. Біздің осы дінде, исламда көзделген экономикалық серпін беретін компоненттерді біз әлі аша алмай келе жатырмыз ба, толық потенциалын пайдалана келе алмай жатырмыз ба дегенде бір ой туындайды. Осындай. Енді мана сұрағыңызға келгенде, ұлттық тарихта 1913 жылы Ахмет Байтұрсынның жақсы сөзі бар екен. Қазақ сыртқа шикізат шығарады, сырттан сол шикізаттан жасалған дайын өнімді 5-6 есе қымбат бағамен сатып алады. 1913 жылы? 13 жылы. Қазақ газетінде 15 тамызда газет нөмірінде. Осыны айтып кетті Ахан жарықтық. Бұл жерде бұны неге айтып отырмын? Ахан код жатыр да, жаңағы ұлттық экономикалық код жатыр. 100 жыл өтті ғой? 100 жыл өтті, дұрыс айтасыз. Ал сырттан дейді, сол өзіміздің шығарылған сыртқа шикізаттан жасалған дайын өнімді 5-6 есе қымбат бағамен сатып алып жатырмыз, тұтынып жатырмыз дейді. Және Ахан тұжырым жасайды. Бұл надандықтан келген кемшілік дейді. Мінекей. Бірақ сөзбен Ахмет Байтұрсын баға беріп жатыр. Демек, былайша айтқанда әрине мал көшпенді болдық. Былайша айтқанда малдың арқасында активтер болды, экономикалық былайша айтқанда. Экономикалық айналым болды. Ол кезде енді әрине халықтың егер жаңа мал қырылмағанға дейінгі кезеңде әл-ауқаты жақсы болды. Оны нетуге болмайды. Әрине басқа да өндіріс ошақтары ашылды. Есіңізде ме? Ағылшындар келіп, Қарағанды облысында нелер көмір жаңа заводтарын ашты ғой сол кезде 19 ғасырда. Ресейден келді кейбір бөлке. Өкінішке орай, жаңағы сіз қойған сұрақтың жауабы. Келсек, сол жаңағы аумалы төкпелі кезеңдер болды ғой бізде. Жаңа ашаршылық, жаңа революция, сосын ұлы отан соғысы, осыған байланысты біз біраз нелеріміз жоғалтып алдық. Ұлттық менталитетте жатқан экономикалық кодтар кішкене бұзылды. Бірақ артынан кеңес үкіметі жаңа коллективизация болды. Өзіңіз білесіз, совхоз, колхоз, содан кейін 90-шы жылдары жаңа басқа тәуелсіз мемлекеттің экономикалық жүйесі қалыптаса бастады. Толық біз өзіміз немізді былайша айтқанда кодты аштық па, пайдаландық па деп айта алмаймын. Толық әлі де ашылмай жатыр бізде. Неге? Мен айтамын, мысалы халықтың бізде ресми мына деректерге сүйенсек 39-40% ауылда өмір сүріп жатыр. 40% ауылда. Ал экономикада жалпы ішкі өнімдегі ауыл шаруашылығы үлес салмағы 5%. Үлкен проблема. Үлкен проблема. Негізі керісінше болу керек қой. Ал басқа елдерде де үлес салмағы ауыл шаруашылығы 5%.
экономикада. Бүкіл әлемдерде солай 3%, 7%, енді 10% бар. Қай мемлекетте 20% ауыл шаруашылығы үлесі, олар артта қалып қойған екен. Қараңыз. Сондықтан ал біздің 40% халқымызды сол аудан ғой. 5% экономикада үлесі. Соны алып шығуымыз керек қой. Міне ұлттық кодтың бір сырлары осында жатыр. Солсын ғой жаңағы қалаға келіп жаңағы миграция, жастар кетіп жатыр мысалы. Мына өзі энтропия деген ұғым бар физикада. Тәртіпсіздіктер элементтері. Бізде осындай нелер бар да, бір қайшылықтар жаңағы. Сосын шетелден кетеді, табыс аз, жаңағы жұмыссыздық деген сияқты іспеттес сұрақтар. Меніңше бұл жерде бір жаңа бір осы ұлттық экономикалық кодты дамытатын, ашатын жаңа концепция жасалу керек деп ойлаймын. Бұл енді үкімет пен мемлекеттің құзыретіне жататын мәселе. Мен өз ойыммен осындай бір құжат керек сияқты. Кезінде рухани жағына ұлттық код деп біраз еңбектер жасалды. Мысалы, қаншама нәтижелер болды. Енді осы жерде біз экономикалық кодтың сырын ашсақ, потенциалымызды ашып алсақ ұлттың, онда керемет болар еді. Енді келесі проблема бізде бұл бізде мына ұлттық буржуазия қалыптасу кезінде біз 30 жыл бойы тәуелсіздік жылдары мына рейдерске жол бердік. Рейдерсті дейміз ғой, тартып алу біреудің бизнесі, қол соғу мінекей. Бұл нені білдіреді? Бұл заңның үстемділігінің жеткіліксіздігі. Мінекей. Бұл да үлкен ұлттық экономикалық қауіпсіздік факторы. Мысалы, біз әлемде жаңа гүлденген елдердің құпиясын қарағанда 3 инструмент керек екен басты. Құрал дейміз. Бірінші саяси еркіндік халықтың, екінші азаматтық қоғам еркіндігі, үшінші экономикалық еркіндік. Осы 3 тұтқаны тепе-тең ұстап, жақсы баланс сақтаса, сол елдер тез дамып кетіп жатыр. Бірақ кейбір елдер осы 3 модельге сыйыспай қалды. Ол Қытай. Мүлдем керек. Қытайда саяси еркіндік әлсіз, бірақ оның орнына компенсатор дейміз, орын толтырды. Немен? Заңның үстемділігі. Мысалы, Қытайда заңның үстемділігі өте керемет. Мықты. Оны неге орын толтырып отыр? Мана айтқан ептеп шектелген саяси еркіндіктің орнына Қытай үкіметі не беріп тұр? Халыққа заңның үстемділігі беріп тұр. Құқықтың үстемділігі мысалы. Сол кезде ғана халық көріп, жаңа экономикалық кодын дамытып, соны жұмыс істейді. Ұлттық буржуазия мәселесін көтеріп қалдыңыз. Біз осы тақырыпты толықтырайық. Негізі біздің тақырыбымыз осы қазіргі экономикалық ахуал. Дегенмен де оның барлығы түптеп келген кезде бір мәселе ғой. Экономика, буржуазия, халық бәрі, жаңа өзіңіз айтқандай, саясат та бәрі бір-бірімен байланысты тікелей. Негізі бізде сол жаңағы бертінге дейін байларға құбыжық ретінде қарау бір дәстүр қалыптасқан, жасырын емес. Осы тәуелсіздік жылдарынан кейін жаңа өзіңіз айтып отырған белгілі бір топтардың, таңдаулы адамдардың ғана байып кетуде сол кереғар пікірдің одан әрмен күшеюіне алып келді. Келісесіз ба? 30 жылда негізі мысалға жаңа сіз айтып отырған ахаңдардың заманында, әлихандардың заманында алаш көсемдерінің өміршең болуына, осы алаштықтардың идеясының белгілі бір деңгейде жүзеге асуына байлардың үлесі өте үлкен болған. Білетін шығарсыз. Олар жаңағы мектеп ашуына, газеттің жұмыс істеуіне барынша өздерінің қаржы қаражаттарына аяқ болған жоқ. Қазіргі кезеңде сіз бізде ұлттық буржуазия бар деп айта аласыз ба? Жоқ деуге болмайды, әрине бар, бірақ толыққанды ұлттық экономикалық код, ұлттық бизнес код тұрғысынан біз әлі потенциалын ашқан жоқпыз. Неге? Мана айтып кеттім, біз тәуелсіздік жылдары алдымен жаңағы рейдерс дедіңіз ғой. Жаңа былайша айтқанда өсіп келе жатқан, көтеріліп жатқан орта шағын, сосын орта сатылар болады. Сол арасындағы жаңа диспропорциялар пайда болды. Яғни барлық ұлттық буржуазияны біз неден алып шыға алмадық. Қайта қазіргі жұмыс істеп жатқан нелерімізге, кәсіпкерлерге біз рахмет айтуымыз керек. Осындай кедергілерге, қаржы ресурстардың қолжетімділігінің төмендігіне қарамастан былайша айтқанда осылай қызмет етіп жатыр. Бұл бір. Екіншіден
мына шетелдік инвесторлар жаппай тартқанда біз ұлттық мүддені толығымен қорғай алмадық. Мысалы, қазір қарап отырсаңыз, кейбір алпауыт фирмалар бізде істеп жатқан. Өздерімен бірге заңгерлерін алып келеді, заң компаниясын. Өздерімен бірге нотариусын алып келеді. Өздерімен аудиторларын алып келеді. Қараңыз, яғни қалам қағазына дейін алып қазақстандық мазмұн дейміз ғой. Ірі компания қызмет ету тұрғысынан олар мысалы айтқанда жол атқызбайды. Яғни барынша сол ірі компания өздерінің мысалы компания резидент емес дейміз ғой, мына салық кодексінде сондай ұғым бар. Резиденттер, сосын резидент еместер. Былайша айтқанда Қазақстан заң бойынша резидент еместерді өздерімен қаптап әкеліп осында жайғасып алған. Былайша айтқанда біз соған ұлттық мүддені жүргізе алмай жатырмыз. Сол себептен мысалы ірі компанияларда қазақстандық компаниялар мысалы кіре алмайды. Мысалы мемлекеттік сатып алу болсын, тағы да басқа. Осындай кейбір проблемалар. Екіншіден төлем балансында статистикасында мынандай ұғым бар, баланс доходов дейді, табыстар теңдігі. Соны, яғни Қазақстанның компанияның шетелдегі тапқан табысы кірісі, сосын Қазақстанда шетелдік компанияның тапқан табысының кетуі. Соның арасындағы баланс теккенде біз 27 миллиард доллар ұтылып жатырмыз. Ал Қазақстаннан шамамен 29-30 миллиард доллар кетіп жатыр. Оны бағамен есептесеңіз, 3-4 жылғы бұрынғы республика бюджетпен бірдей екен. Оны кім әкетіп жатыр? Шетелдік компаниялар әрі. Ол бір жағы. Екіншіден, ұлттық буржуазия дегенде біздің енді бәріне шөп салмайық. Кейбір азаматтарымыз мысалы капиталды жинап, шетелге барып фирма ашып, сол жерде тіркеп, Қазақстанға шетелдік инвестор ретінде жұмыс істеп жатыр да. Егер сіз осылай Америкада, Ұлыбритания осылай істесеңіз, сізді персона нон грата дейді. Елге аттап кіре алмайсыз. Енді сатқын дейді ондайларды былайша айтқанда. Жұмыс өткізбейді, немесе шаралар қолданады. Сіз қалай өз еліңізге келіп, инвестор болып келіп, капиталды тауып шетелге тасисыз? Бұл экономикалық қауіпсіздіктен дұрыс емес үдеріс мінекей. Өкінішке орай бізде мана 29-30 миллиард доллар дедім ғой шетелге кетіп жатқан табысын, соның шамамен 30% сол өзіміздің азаматтар әкетіп жатыр шетелге. Өзіміздің азаматтар елден кетіп, сояқта шетелде фирма ашып, резидент емес ретінде өзіміздің елге, өз отанына шетелдік инвестор ретінде кіріп жатыр. Солай табыс алып жатыр мінекей. Демек, осы жерде жаңа экономикалық саясаттың белгілері, көрінісі байқалады. Өзіміздің экономикаға келсек, биыл өзіңіз білесіз, алғашқы 90-да үкімет жалпы осы Бектенов мырза премьер-министр болып келген кезде экономикалық мәселелер көп сұрақ туғызған еді, алаңдаушылық туғызған еді. Бірақ өзіңіз көріп тұрғанда алғашқы 90-да жақсы нәтижемен аяқтады. 6% көрсеткішпен жалпы ішкі өнімнің өсімімен аяқталып отыр. Сіз бұны 5 жылда болмаған рекордтық нәтиже деп пікір білдірген екенсіз. Неге сүйеніп айттыңыз? Мен енді мына соңғы 5 жылда алғашқы 4-5 айдың агрегаттық көрсеткіштерін зерттедік. Сосын ұлттық статистика бюросының сандарына қарасақ, мынандай 6% өсім соңғы 5 жылда болмапты. Ол рас. Екіншіден, тағы бір не, мына бізде осы тәуелсіздік жылдары екі өнеркәсіп саласы бір-бірімен бәсекелесіп келді. Біреу кен орындары, орында болғаш тау-кен дейміз ғой, өнеркәсіп, екінші өңдеу өнеркәсібі, обрабатывающий промышленность дейміз. Сол соңғы 30 жылда бізде мына кен тау өнеркәсібі, былайша айтқанда өңдеу өнеркәсібі 2 есе 3 есе жылдамдықпен озып келді алғы. Түсінікті енді. Мұнай, газ, шикізатты секторы былайша айтқанда. Ал өңдеу өнеркәсібі өкінішке орай қалып кетті. Жылдамдығы да, даму процесі да, сосын модернизация да алып кетті. Енді биылғы жылдың мына Олжас Бектенов үкіметінің бір енді ерекшелігі, оны мойындау керек. Ақтау керек. Тұңғыш рет осы ең болмағанда осы 4-5 айда байқалып тұрған үдеріс.
өңдеу өнеркәсібінің жылдамдығы даму кен таудан тау кеннен озып келе жатыр. Бұл өте жақсы үдеріс. Егер осы біз сақтап болсақ, сол мана біз айтып кеткен Ахмет Байтұрсыновтың доктринасы бар ғой, жаңағы шикізаттан сол шикізаттан азайтудың арылу бір жолы осы өңдеу өнеркәсібінің даму жылдамдығын жаңағы тау кеннен озып ұстап тұру керек. Сол кезде біртіндеп шикізат азаяды өзі сектор. Көп мәселе жаздыңыз. Мысалға, өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі 19 жылғы деңгеймен салыстырғанда 38-9% өсіпті. Өңдеу өнеркәсібіндегі негізгі капиталға инвестиция көлемі 19 жылғы деңгеймен салыстырғанда 79,5%, 100%-ға жақын дейікші. Жақын, иә. Өңдеу өнеркәсібіндегі ЖКХ 1,6%-ға өскен. ЖКХ дегеніміз не? ЖКХ? Иә. Қосылған құн, жалпы қосылған құн ба? Валовая добавленная стоимость, жалпы. Негізі экономикалық терминдерді қазақша аударғанда не? Иә. Әлеуметтік желіде мынандай пост жазған екенсіз. Жұмыспен қамтудың ең көп үлесі саудада 17%, білім беруде 13%, өнеркәсіпте 13%, ауыл шаруашылығында 10%. 25 жылдың соңына қарай келесі стратегиялық көрсеткіштерге қол жеткізу күтілуде дейді. 2019 жылғы деңгеймен салыстырғанда 38,9% өсті. Біздің жаңағы өңдеу өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігі. Тағы да сол өңдеу өнеркәсібіндегі негізгі капиталға инвестиция көлемі 2019 жылмен салыстырған кезде 79,5%-ға өскен. 100% деп айтсақ болады. Өңдеу өнеркәсібі бізде ненің себебімен дамып жатыр? Енді бір себеп болу керек. Себеп енді драйвері не? Драйвері мынау бізде кейде осыны айтпаймыз. Мынау қара түсті металлургия бар ғой, соны өңдеу басқа елдермен қарағанда бізде көрсеткіш өте жақсы. Біз кейде нете береміз, сынай береміз. Ол өңдеу өнеркәсібіне кіреді. Драйвер дедіңіз ғой. Бұл бір. Яғни металлургия саласындағы өңдеу өнеркәсібі қазір жақсы дамыды. Бұл бір. Екіншіден машиностроение дейді, машина құрастыру. Соңғы өзіңіз көріп жатсыз, соңғы 5 жылда мына өткенде сіздің неңізде де талдадық талай ашық алаң аясында көлік заводтар ашылып жатыр көптеген. Сосын ауыл шаруашылық техникалар жинастыру іспеттес осындай көптеген әрі жобалар жүзеге асырылып жатыр қазір. Мен ойлаймын, осы былайша айтқанда өңдеу өнеркәсібінің драйверлерінің бірі осылар. Әрине өңдеу өнеркәсібі бұл 600 шақты секция бар. Мысалы өңдеу өнеркәсібі мысалы не кіреді? Нелер бар, сусындар шығару мысалы. Ас, тамақ өнеркәсібі. Енді ол жақсы көрсеткіштер бар, тіпті экспорты бар ақырындап. Дегенмен де өңдеу өнеркәсібінде бізде бір әттеген бұл тоқыма, жеңіл өнеркәсібі. Енді бұл осыны қолға алса үкімет жақсы болар еді. Бұл жерде де үлкен потенциал бар. Өкінішке орай кейбір атын айтпай қойын, былайша айтқанда кейбір көрші елдер, мысалы жеңіл тоқыма өнеркәсібі күшті дамыған елдер, мысалы дүниежүзілік сауда ұйымы аясында тыйым салынған әдістерді қолданып жатыр бізге қарсы. Біліп отырмыз. Иә, білеміз. Мысалы оның ішінде мысалы тыйым салынған субсидия, мысалы тыйым салынды, сондай бар. Сосын лобби қолдану, сосын тағы да басқа. Мысалы сондықтан жеңіл тоқыма дегенде бізде көбінесе мына біздің қалай дейміз, аналарымыз, апаларымыз, қарындастарымыз ғой, жеңіл тоқымада. Бұларды бізде қазір көбісі қайда? Саудада жүр. Сауда деген не? Басқа елдердің өңдеу жеңіл өнеркәсіп, тоқыма өнеркәсіп, текстиль өнімдерін бізде әкеп сатып жатыр, мысалы. Былайша айтқанда мінекей. Сондықтан бұл жерде қалай айтсам екен, үкіметке бір жаңа күн тәртібі керек сияқты осы салада. Жаңа сұрақтарға жауап беру дейсіз. Жаңағы экономикалық өсімге тағы мына фактор әсер етті деп ойламайсыз ба? Құрылыс. Неге десеңіз, биылғы қаңтар мен сәуір аралығында құрылыс саласында жаңағы көлемі 15-4%-ға өскен екен. Барлық салада, барлық өңірде оң динамика байқалған. Ауруханалар салынған, мектептер салынған, білесіз, Қазақстан бойынша амбулаториялар салынып шықты.
Осы қаншалықты әсер етті жалпы ішкі өнімнің өсуіне? Енді біз әр сектор жаңағы өнеркәсіп саласының өсімін талдағанда біз мынаға мән беруіміз алдымен. Осы салалардың экономикада үлес салмағы қанша? Мысалы, кейбір экономика нелері бар, салалары. Ішкі жалпы өнімдегі үлесі, мысалы, 2%, 3%. Ол 20% ба 30% өссе де, жалпы экономикалы башқада бәленде мультипликативті эффект, тиімділік бермейді. Ал құрылыс, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы деген сияқтылар, бұлар әрине әсер етеді, даже саудада әсер етеді. Мысалы, өзіңіз сұрап отқан құрылыстың жалпы экономикада үлес салмағы 10-12%. Бұл үлкен сала, үлкен сектор. 10% деген, былайша айтқанда 10-1 деген сөз. Сондықтан бұл әрине экономика белсенді көрсетеді. Екіншіден, құрылыс дегенде оның ішінде құрылыс материалын өндіру өнеркәсібі бар ішінде. Мысалы, әрине біраз нені біз импорттап келіп жатырмыз әлі, Ресейден, Қытайдан алып жатыр, құрылыс материалдарын айтады. Тіпті кейбір материалы бойынша импорттың үлес салмағы 80%-ға барады екен. Кейбір сирек кездесетін құрылыс материалдар бар, мысалы. Бірақ әрине ішкі отандық құрылыс материалын өндіру өнеркәсібі аяққа тұрып жатыр. 100% ба? Жоқ, әрине. Бірақ әлсін келе жатыр. Осы жерде сұрақ туады, біздің өзіміздегі кәсіпкерлер бар ғой, дәл осы мүмкіндікті неге пайдаланбайды? Мысалға, сирек кездесетін құрылыс өнімдері бар ғой, соларды неге өндірмейді? Бізде құрылыс бөлшектері қажетті, мысалы, оларды неге өндірмейді? Былай қарасаңыз, дәл сондай қажетті құрал жабдықтарды құрастыратын да, өндіруге құрастыратын да өзімізде техника жеткілікті ғой. Көрші мемлекеттерден бұның енді көптеген себептері бар. Енді оның бәріне тоқталмай, мен басты негізгілерін айтып кетейін. Біріншіден, әрине, былайша айтқандағы ішкі макроэкономикалық жағдай. Мысалы, инфляция, мысалы, егер баға өсіп жатса бізде, кімге өзіміздің үй салатын құрылыс компаниялары тез шетелден әкеп тез орнату. Ал сіз оны осы жерде өндіре бастасаңыз, білесіз, уақыт өтеді, инвестиция, былайша айтқанда жылдамдық мәселесі бұл жерде. Негізінен сол арматура, цемент, терезе, әйнек. Екінші себеп бұл әрине әкімшілік кедергілер бар бізде. Әкімшілік. Мен таныс бір кәсіпкер кісі бар, сонымен сөйлескен, осыдан 3-4 жыл бұрын бір химия заводын салыпты өзі. Сол кісінің айтқаны, мемлекеттік органдармен құзырлы құжаттарды келісу уақыты дейді 4-5 жылға кетті дейді. Рұқсатнама алу, лицензия, ал заводты 1 жылда салдым деді. Сонда қараңыз. 4 жыл келісім, бюрократиялық кедергілер бар деген сөз. Ал заводтың өзі 1 жылда салдым, мінеке. Осы іспеттес бізде не бар? Әкімшілік, бюрократиялық кедергілер әлі де бар. Үшінші, менің ойымша, бұл жерде әрине Еуразия экономикалық одақта болғасын, ішкі нарықты қорғау мәселесі, тарифті қорғау керек қой. Өнеркәсіп, ішкі өндірісті қорғау үшін, ол үшін түбегейлі үкімет тарифтерді көтерілмейді. Немесе тыйым салдыра алмайды. Неге? Біз Еуразиялық экономикалық одақ мүшесіміз, оның уәкілетті органы Москведе. Ояқпен келісу керек. Сол сияқты осындай проблемалар бар. Енді 4-ші тағы бір не? Шекарадағы ашықтық. Шекарадағы кеден шекарасын айтып отырмын. Мысалы, енді біз ұлттық құрылтай отырысында айттық, алғашқы рет, содан қазір депутаттар қолдап кетті. Көтеріп жатыр. Қорғастағы мәселе. Мысалы, Қытай кеден статистикасы мен Қазақстан кеден статистикасын салыстырғанда 14 миллиард долларға тауар жетіспей қалып жатыр, мысалы. Демек, 14 миллиард долларға бізге көп кірді деген сөз. Демек, салық төленбеді деген сөз. Баж салығы дұрыс алынбады деген сөз. Көрдіңіз бе, мәселе сонда болып тұр. Егер оның ішінде құрылыс материалдары жоқ дейсіз ба? Бар, мысалы. Енді көп болмаса да бар ғой. Демек, осындай институционалдық кедергілер болғасын, кәсіпкер не істейді, былайша айтқанда,
құрылыс материалдарын өндіруді осы жерде толыққанды былайша айтқанда бара бермейді. Қос мемлекет арасындағы осындай сандар арасындағы айырмашылық бар ма басқа мемлекеттерде? Бар. Және бұның себебі неде деп ойлайсыз? Енді мысалы кейде неде болады, мына таможенный статистика, кеден статистикасы кейбір айырмашылықтар, методология, өлшеу айырмашылығы бар. Екіншіден енді 14 миллиард доллар емес шығар? 14. Енді айырмашылық дәл ондай жете қоймас? Әрине, ондай емес. Бірақ осы енді мысалы Қытайлар экспорт жасағанда бізге жаңа шөмке бар, үлкен челночный, сонда есептейді екен олар. Біздің кеденшілер кейде ондай есептемейді. Жай сөмке қой деп, мысалы біз есепке алмаймыз. Бірақ Қытай үкіметі оны есептейді. Челноки дейміз ғой, жаңа тасығанда шекарадан соларды есептейді. Сол сияқты нелер бар енді, айырмашылық. Мысалға, ең үлкен экономикада үлес алатын бұл біздің енді қалай айналдырсақ та логистика. Біз Сингапурмен мысалға оңтүстік Кореядан логистиканың алатын үлесі жалпы ішкі өнімнің 10% екен экономикада. Біз осы логистиканы өте қарқынды дамытып жатырмыз, бірақ қажетті бағыттарды дамытып жатырмыз ба? Әлде қандай мүмкіндіктеріміз бар біздің? Енді мемлекет басшының тапсырмасына сәйкес, сосын үкіметтің қабылдаған жаңа құжаттарына қарасақ, осы логистика, көліктік барлық шаралар қолға алынған. Оны мойындау керек, рас. Үкімет жұмыс істеп жатыр. Мемлекет басшы әр жиналыста айтып отырады осы туралы, тапсырма беріп отырады. Сосын көптеген жаңағы жолдар, сосын биыл құрылтайда мысалы орталық Қазақстан мен батысты біріктіру тас жолын, жаңа Ырғыз, Торғай, мысалы Астана тас жолын, мысалы осындай жақсы керемет бастамалар бар. Екінші сұрақ сапада. Әрине кейбір мысалы жол учаскелерінде жаңа сапаны күшейту керек. Екіншіден жаңа инфраструктура дейміз, инфрақұрылым мысалы. Жоқ емес, бар, бірақ кейбір жерлерде жеткіліксіз. Сосын үшіншіден енді біздің климат өте қатаң ғой. Мысалы біз өз көбінесе неге климатқа жауап береміз? Жоқ, мысалы -40 боран, мысалы қатты тұрған кезде, мысалы Канадада да климат қатаң ғой. Енді ондай боран болмайды шығар, ондай боран. Мен енді жалпы недерді айтып жатырмын, ықтимал кедергілер, былайша айтқанда толыққанды жұмыс істеу үшін ондай жүйенің әрине оңай емес. Мысалы осындай климатта сіз өте жоғары жылдамдықта пойызды қоя аласыз ба бізге, мысалы андай боран болып жатса келмейді ғой, мысалы өте күрделі. Сосын жаз мезгілі бізде өзіңіз білесіз 5-6 ай, мысалы жаңа өте жылдамдық пойыз ол жерде мысалы жылы жаңа қар түспейтін елдерде болады, оларға сәйкес келеді. Ал бізде кішкене климат былайша айтқанда. Енді заман өзгеріп, жаңа технология, ноу-хау болып жатса, әрине қолдаймыз, құптарлық дүние. Бірақ енді оны уақыт көрсетер. Бұл жерде де климаттың әсері бар дейсіз ғой, Енді жаңа мысалы жоғары жылдамдықты пойыздар мысалы бізге келмейді. Мүмкін Алматы, Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылорда мүмкін болар. Оңтүстік аймақтарда. Оңтүстік аймақта келеді. Ал оңтүстіктен солтүстікке мысалы ерте андай жылдамдықпен бір қатты боран болса, мысалы қауіпсіздік мәселесі де бұл жерде. Біздің енді жаңағы 6%-ке қатысты, жалпы ішкі өнімді 6%-ке көтердік. Енді біреулер оны феноменалды экономика деп айтып жатыр. Сіздің түсінігіңіздегі айрықша таңғалдыратын экономика дегеніміз не, және ол қанша уақыт нәтиже беруі керек? Сосын 6% көрсеткіш қалай, біз енді 6-шы айда аяқтап жатырмыз ғой, міне осымен. Жылдың ортасына, орта шегіне келдік. Қазіргі қадамдарға қарап, осы көрсеткішті сақтай аламыз ба жылдың соңына дейін деген сұраққа қатар жауап берсеңіз. Енді мына экономикалық таңғажайып деген ұғым бар, жалпы. Бұл 7-1, 7-2 жыл сайын экономикалық өсу керек. Бұл неге деген сұрақ. Не үшін 7-1, 7-2? Егер мемлекет 10 жыл бойы осындай жылдамдықпен дамып отырса, 7-1, 10 жылда. Практикада қандай мемлекеттер бар ғой? Экономика 2 есе ұлғаяды екен, көлемі. Күшейеді. 2 есе ұлғаяды, былайша айтқанда. Ал халықтың табысы 3 есе ұлғаяды екен.
шынайы жалақысы, тағы да басқа. Былайша айтқанда, ұзын сөздің қысқасы, халықтың әл ауқаты 2-3 есе жақсарады деген сөз. Сонда бағдарлама қабылдау. Мысалы, біздің есебіміз бойынша Қазақстан 14 бағыт бойынша ішкі жалпы өнімнің жаңағы шағын пункттері бар ғой, соны жоғалтып жатыр екен. 14 бағыт бойынша. Егер біз соны кішкене энтропия дейміз ғой, бытыраңқылық, соны жүйе келтіріп, жаңа тәртіпке, ретке келтірсек, сонда ең болмаған жоғалтпасақ 14 бағыт бойынша, сонда экономика 6% емес 8%-ға өседі, еркін өседі. Сондай мүмкіндік бар. Бірақ енді бұл жаңа бағдарламаны қажет етеді. Екіншіден структуралық құрылымдық реформа программасы керек бізге. Үшінші экономикалық реформа программасы. Төртінші енді жеке ойым бұл yellow page rule деген сол принципті енгізу бағдарламасы керек бізге. Сары жапырақтар тәртібі деп аталады. Яғни Ликуан Нью кіргізген кезінде. Яғни қай жерде жеке жаңа бана буржуазия дедік қой. Қай жерде жеке компания жұмыс істей алады, ерқанат. Мемлекеттік компания кету керек. Орын беру керек. Бірақ бізде осы мемлекеттік компания мен жеке компаниялардың осы қай нарықты, қай кеңістікті орын алады, қайсы тиімділік береді тұрғысынан зерттеулер жоқ бізде. Егер осындай зерттеулер жасасақ, сонда мемлекет айтады, мен мына мемлекеттік компанияны қысқартуым керек, немесе жоюым керек деп айту керек. Манағы сіздің жоғарыдағы айтылған сұрақтың бірі, неге ұлттық буржуазия әлі де дамымай жатыр дегенде, әрине көптеген себептер бар. Соның бірі мінеке осы жаңа yellow page rule тәртібін кіргізсек, енгізсек. Әрине қай жерде ұлттық буржуазия, ұлттық компания немесе жеке сектор жұмыс істей алмайды, онда ұлттық мемлекеттік компания кірсін, істесін. Ал қай жерде істей алады, ол жерден жол беру керек. Өкінішке орай осы жерде бізде бұзылған тәртіп. Тепе-теңдік сақталмаған. Бірінің алаңына бір кіріп кеткен ғой. Яғни 6% көрсеткіші жылдың соңына дейін ұсталамыз ба, жоқ па? Сіз бұл сұраққа жауап бермедіңіз. Yellow page'ді айттыңыз, шашыраңқылықты айттыңыз, 12 тетікті айттыңыз, 14 тетікті айттыңыз. Менің ойымша бірінші тұғырнама дейікті, бірінші тұғырнама 6%. Былтырғы жылдың инерциясы деген бұл динамикасы болады. Демек, былтырғы жылдың күзінде қысқа қарай жақсы не берген, экономикаға серпін бергенде, соның жылдамдығы, мысалы, келесі 4-5 айға былайша сақталады. Бұл бірінші тұғырнама. Екінші, енді қазір ішкі жалпы өнімді шапшаңдататын нелер бар ғой, қайнар көздері. Мысалы, инвестиция, негізі капитал. Мен айтып отқаным, менімше сақтай 6%, білмеймін, бірақ 5%-ның төңірегінде сақталады. Дүниежүзілік даму банкі мәселен 3,5% болады деген екен. Сіздің көзқарасыңыз? Енді дүниежүзілік банкі 2025 жылға біздің жалпы ішкі өнім солай болады деп болжаған. Олар енді олардың болжамы. Олардың негізі осы болжамдар қаншалықты дәл келеді? Енді көптеген модельдер бар, жаңа болжам жасайтын. Солар аппаратқа салады да, жаңа математический сосын есептей береді. Бірақ біз енді есептегенде біз көлеңкелі экономиканы еске алмайды, олар алмайды көбінесе. Мысалы, бізде көлеңкелі экономиканың үлес салмағы 18-20%. Мысалы, үлкен, ол да көп қой, мысалы. Сондықтан осы, яғни осы секторды неге мына заңдастыру дейміз ба? Сол процесс, шығару мәселесі. Сол егер көлеңкеден шықса, әрине бұл ішкі жалпы өнімге қосымша не болады, жаңағы тиімділік. Жаңа салық кодексін өзіңіз білесіз, мәжіліс мақұлдап сенатқа жіберді, сенат қосымшалармен қайтадан мәжіліске жіберді. Сонымен бір сөзбен айтқан кезде толықтырылды өзгерістер. Негізгі салық кодексінің басты мақсаты осы көлеңкеден шығару экономиканы. Сіз айтып отырған триллиондарды бюджетке құю. Не күтесіз? Енді 16%-ға өсіру енді үкіметтің шешімі, парламент қолдады. Бірақ әттеген ай бар бұл жерде. Мысалы, бизнес қазір бұл шағын орта бизнеске ықпал етеді. Екіншіден бағалар өседі.
Жоқ, белгілі ғой, барлық жерде солай. Бағалар өседі. Салық кодексінде бізде 288 салық жеңілдіктері мен босатулар бар екен. Соның жылдық жоғалтулары 7 триллион, 6-7 триллион. Қосымша құн салығынан 3 триллиондай ғана жинаймыз деп отыр үстінен. Оның орнына жаңағы жеңілдіктерді, кішкене ықшамдап, кішкене қосымша бәрін әрине болмайды, бірақ 288-ге 2 есе қысқартуға болады да. Сонда ең болмағанда 3 триллион сол жерден алуға болады екен, мысалы. 4%-ке көбейткеннің өзінде қаншама халық шулап шықты, наразылығын білдірді. Ол жаңағы салықты жеңілдіктерді алсақ, оның ақыры ауыр болуы мүмкін ғой. Сосын келесі енді қазірде шулап жатыр ғой, кейбір кәсіпорындар мысалы толық салық төлемей жатыр. Өткенде айтылып жатыр мысалы. Сосын 5-ші манағы айтқан кедендік жыртықтарды жамау мәселесі. Мысалы, ол жерден ұтылып жатыр. Мана айттым ғой. Сұрақ көлеңкелі экономикадан қалай шығарамыз енді? Шыға ма олар? Салық кодексін қабылдады. Бірінші меніңше амнистия жасау керек. Амнистия. Біз бұрын тәуелсіз жылдар болды амнистия жариялап. Бірақ амнистияның шартында біз заңды түрде былай айтуымыз керек. Егер осы амнистиядан кейін заңдастырылмаса, онда кешірім болмайды. Басқаша сөйлесу. Басқаша сөйлесу керек. Енді фискалдық органдар бар, тағы да басқа. Енді мемлекеттің несі көп қой. Сосын әрине бұл жерде құр күшпен емес, сонымен қатар салық төлеу мәдениеті бізде әлі толық қалыптаспаған. Мысалы, бізде салықты түсімдерде шетелдік ірі компаниялар мен сосын холдингтер үлес салмағы шамамен 70% екен. Бүкіл Қазақстанның салық ішінде былай айтқан ірі компаниялар төлейді да салықты. Ал орта шағын бизнестер үлесі өте аз, шамамен 30. Бұл жерде салық төлеушілер мен қалай дейміз, парламенттік бақылаудың арасында байланыс болады екен. Егер салық төлеушілердің басым бөлігі өзіміздің буржуазия бизнес болғанда, онда жаңағында 16%-ға үкімет көтере алмас еді. Парламент өткізбейтін еді ол жерде. Неге? Өйткені салық төлеушілердің мүддесін қорғайтын парламент болатын еді. Көрдіңіз бе? Онда көлеңкелі экономикада болмайтын еді ғой. Ол да дұрыс айтасыз. Ал бізде қазір салық төлеушілердің көбісі жаңағында ірі компаниялар болғанда, былай айтқанда парламентте осындай салықты көтеру, халықтың, бизнестің жағдайын былай айтқанда қиындататын нормаларды өткізбей тастау қабілеті жоғары болады. Өкінішке орай мінекей осындай бір не болады, байланыстар бар. Өкінішке орай отандық салық төлеушілер үлесі аз болғандықтан парламент бәрін өткізе береді. Рахмет. Экономика тақырыбына бір 30 минуттай арнаппыз. Жаңа ұлттық буржуазияға оралсақ, соңғы сұрағымыз сол. Білесіз, президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің бір сұхбатында өзбекстандық кәсіпкерлер туралы, бизнесмендер туралы айтқан еді. Шетелде байиды, жағдайын жасайды, сосын келеді президентіне, біз не істейміз, не істей аламыз осы мемлекетке деп сұрақ қояды. Мектеп салады, аурухана салады деген сияқты. Бізде түпті мүлдем жоқ деп айтамаймыз ондай бизнесмендер, миллиардерлер деп айтайықшы. Бірақ неге жоқтың қасы? Себеп неде? Жаңағы әйтеу байған үстіне бай бергісі келіп, жаңағы сіз айтқандай өзімізде бірінші бай, сосын өзінің бизнесін алады да, бүкіл капиталын алады да, шетелге апарып тіркейді. Сосын шетелден кейін қайтадан өзімізге келіп, Қазақстанға келіп, инвестор болып келіп, екі асап жатыр ғой, екі жеп би болып жатыр деген сияқты. Неге екі түрлі психология бізде? Бұл екеумізде сол қос мемлекетте бір шекпеннен шықты. Тарихтар ұқсас. Экономика либерализация дейді ғой, еркіндікке беру, еркіндікке жіберу. Сол 90-шы жылдары біз отандық буржуа дейміз, кәсіпкерлерден гөрі шетелге әуестеніп кеттік. Өзіміздің елерде екінші орын қойдық. Сол кезде мысалы заңдарға қарасаңыз, шетелдік инвестициялар туралы, шетелдік инвестицияларды қорғау, содан кейін кәсіпкерлік кодекс, соларды нормаларын қарағанда отандық кәсіпкерлерден гөрі біз көбінесе шетелдіктерді қатты қорғаймыз.
әрине олар да керек дүние, өйткені оларға кепіл керек қой, шетелдік инвесторлар. Бірақ оларды мүддесін қорғаймыз, біз өзіміздікін біразын тұншықтырып алдық, өзіміздің отандық инвесторларды. Мысалы, Қайырбек мырза, бұл заңның оған қандай қатысы бар? Байып отырғанда сол өзіміздің қазақстандықтар ғой, миллиардерлерді айтып отырмын мен. Енді ол заңсыз ақ байып отыр ғой, мысалы миллиардер болып бар, иә. ықпалды болып. Енді бұл жерде талай айтылған, сыбайлас жемқорлық кезінде болып, мысалы, екіншіден ресурстарға қолжетімділік, былайша айтқанда, мана бір сөз айттым ғой, заңның үстемділігі деген сөз, екінші мағынасы бар екен. Дискриминациялың болмау екен. Өкінішке орай бізде сол экономикалық ресурстарға, кен орындарына дискриминация болды. Бәріне не болмады ғой, қолжетімділік. Мысалы, бірдей болған жоқ. Мысалы, сондықтан осындай көптеген себептері бар. Енді қазір мен ойлаймын, басты мәселе бізде шағын бизнес, орта, сосын ірі дейміз. Негізгі үшеу ғой. Сосын төртіншісін қосу керек, экспортқа шығатын бизнес. Мысалы, экспортқа дайын өнімді өндіру тұрғысынан, мысалы, бізде мұнай өндіруші болсын, газ немесе дайын өнім шығарған кәсіпкерге бірдей қараймыз. Мысалы, шетелде олай емес. Мысалы, Қытайды алайық. Дэн Сяопин реформа жасағанда дайын өнім шығарғандарға қосымша құн салығын қайтарып береді екен 100%. Ал шикізат шығарған кәсіпорындарға жартылай немесе мүлдем қайтармаған екен Қытайда. Солай Қытай дамып кетті. Әрине бұл бір несі, моделі, бір түрі. Ал бізде қалай мұнай болсын, газ болсын, немесе дайын өнім экспорттаған кәсіпорны қосымша құн салығы бірдей қайтарылады. Былайша айтқанда, бұлдай экономикалық саясатпен біз шикізаттан арыла алмаймыз. Осыны реттеу керек. Бұл бір. Мана айттым ғой, экспортқа шығу. Үшінші, айтып кеттім, шағын, орта, ірі. Осылардың арасында бір не жоқ. Қалай дейміз? Мемлекет былай айту керек та, мысалы, үкіметте қазір 105 пакет бар екен, қолдайтын. Ұлттық буржуазияны қолдайтын, сүйемелдейтін 105 пакеті бар. Үкімет бидеу керек. Кім шағын бизнеске кіреді, жеке кәсіпкерлікке, мына 105 қой, 105-тің 20-сын, 25-ін сендерге берем деу керек. Кім шағын бизнестен ортаға өтеді, мен мана 105-тің 50 пакетін сендерге қолдау көрсетем деп айту керек. Не болады? Сонда кәсіпкерде баспалдақ дейміз ғой. Тыныс ашылады. Ал қалған нешеу қалды? 35 қалды. Қайсың іріге өсесің, ірі кәсіпорын, немесе экспортқа шығасыздар, онда қалған түгел қолдаймын дейді. Қайырбек мырза, уақыт тауып сұхбат бергеніңізге рахмет етеміз. Өзіңіз айтқан экономикалық өсім 5% бола ма, жоқ әлде Бектенов мырзаның үкіметі 6%-ға дейін жылдың соңына дейін ұстап тұра ма? Бәлкім дүниежүзілік банктың бұл жағын 3,5 бола ма, оны жылдың соңында тағы бір қорытындыласақ. Қымбатты көрермен, хабарымызға қатысты ой пікіріңізді төменге қалдырып отырыңыздар. Міндетті түрде Баптаймстың парақшасына жазылыңыздар. Біз енді саясат, экономика сияқты салмақты тақырыптарды қозғауға тырысамыз, сіздер де қолдап жүріңіздер. Мұхтар Мағауин шабыт жоқ, еңбек бар, машық бар, бап бар деген еңбектен бір кәсіпке машықтанып бабымызды табайық, баппен бірге бағымыз жанар. Сау болыңыздар.